Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай доп-домалақ болып пісетін, өте әдемі және дәмді болып шығатын бауырсақтардың рецебімен бөлісетін боламын. Бізге керегі тек қана жылы су, ешқандай да сүт қоспай, осындай жұмсақ бауырсақ пісіретін боламыз. Негізгі жерлерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі жылы су, шай қасық тұз және бір ас қасық қант салып араластырып аламыз. Қант пен тұзымыз еру керек және шай қасық ашытқы саламыз. Оны да бір араластырып алып, енді електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп отырып, осылай мен қасықпен иледім. Енді кішкене қоюланғаннан кейін қолмен илейтін боламын. Міне осылай қолымызбен қысып, ешқандай ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап илеуіміз керек. Және де қамырларымыз қатты болып қалмау керек. Егерде қатты болатын болса, бауырсақтарымыз қатты болып шығады. Енді осының үстіне бір ас қасық сұйық май қосамыз. Қамырымызды тағы да жақсылап илейтін боламыз. Мінекей жақсылап иленген қамырымызды бетін пищевой пленкамен орамалмен жауып, 1-1,5 сағатқа толықтай көтерілгенше жылы жерге қойып қоятын боламыз. Менде қамыр 1-1,5 сағат толықтай ашып шықты. Осылай. Енді осы қамырымызды дастарханымызға түсіріп алып, ешқандай да илемейміз. Асты үстіне ұн сеуіп үлкейтетін боламыз. Бірінші қолымызбен үлкейтіп аламыз және ары қарай оқтауымызбен тегіс етіп жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы керек. Өте жұқа жасамаңыздар. Мінекей қамырымызды жайып болдым. Міне қалыңдығын көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді осы қамырымызды мен стақанның көмегімен осылай домалақ етіп қиып шығамын. Және осыдан қалған қиынды қамырларды жинап алып, тағы да 5 минутқа тындырып қойыңыздар. Мінекей тынған қамырымызды стақанмен тағы да бөліп алып, бұдан қалған қиындыларды осы күйінде пісіріп алатын боламыз. Осы қиып алған бауырсақтардың барлығын орамалымызға тізіп шығып, бетін жауып қоятын боламыз. 10-15 минут тынып тұру керек. Осы уақытта қазанға май құйып қыздыра береміз. Табамызды жан-жағы биіктеу ыдыс болу керек және майымызды көбірек құйып пісіріп алатын боламыз. Мінекей қызып тұрған қамырға бауырсақты салып, әр 3 секунд сайын осылай асты қызармаса да осылай аударып отырамыз. Сонда қамырымыздың екі жағы да теңдей болып піседі және доп-домалақ болып шығады. Мінекей 3 секунд сайын осылай аударып отырамын. Екі жағын кезекпен кезек. Сонда бір қалыпты қызыл болып шығады және доп-домалақ болып шығады. Мінекей бауырсақтарымыз дайын. Сүзгімізбен сүзіп алып, барлық қамырларымызды осылай пісіріп шығатын боламыз. Мінекей бауырсақтарымыз дайын. Өте әдемі болып шығады және дәмі де керемет дәмді болып шығады. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің каналымды бағалап және қолдап кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді қалай қалдыра кетіңіздер.